Сәлем достар, арнаға көп уақыт бейнелер салынбады. Және де арнаның аты Ред Коврадан Абай болатына ауыстырды. Бұдан былай бейнелер үздіксіз шығып тұратын болады. Каналға тіркеліп, лайк батырмасын басып, достарыңызға таратыңыз. Бұл жолы сіздерге Disney студиясының 2016 жылы жарыққа шыққан Моана анимейшні туралы айтатын боламын. Бізбен бірге болыңыз. Әжей аңыз айтып отырғанда бір бала тамсанып, құлақ түрі тыңдап отырған бала жаңа затқа, оқиғаға құштар екенін бала кезінен көрсетіп, артынша бой жетіп, теңіз артында не барын білу үшін саяхатқа кеткенін мультфильмнің негізгі оқиғасы баяндалады. Шын мәнісінде Диснейдің туындыларының бәрі атаққа ие болатын себебі, ең аз дегенде бір туындының оқиғасын 5 мәрте жазады деседі. Ал Моананың шығармасын 9 түрмен жазған екен. Алғашқы шығармада туындының бас кейіпкері Моана емес Мауи болған. Және де Мауи басқада Дисней ханзадалары тәріздес келбетті арықша келген болса, артынша өзгере қазіргі Мауиге келген. Кино өндірушілері кино шығармасын жазу үшін 3700 жыл бұрынғы Полинезия аралының тұрмыс тіршілігі және адамдарының салт дәстүр ғұрпын зерттеген. Және де Моананы қазіргі кезден өткен заманға барған деп бейнелемек болыпты. Кино өндірушілер бірнеше шығарма жазғаннан, көптеген жаңадан ой туғаннан, қиыншылықты әйел адам жеңіп шықса қызықты болады деп шешкеннен Мауиді түсіріп, Моананы бас кейіпкер қылыпты. Және де бұрынғы туындыларының бас кейіпкері ханшайымдар болғасын солай шешім шығарған. Мауидің алғашқы түрі осылай болған. Және де Моананың ағалары деп 9 еркек кейіпкер киноға енгізілмек болған. Ол шығармада Моана Мауи емес ағалары аралды тастап кеткеннен Моана ағаларының артынан іздеп сапарға шығатын шығармайды. Киноны көру барысында сіз байқаған болсаңыз, бір кейіпкер жоқ болып кетеді. Ол мына бір торай еді. Шығарма басында осы бір торай Моанамен сапарға шығады деп бейнелеген болса, түр әлпеті, мінез құлқы өте байсалды деген себептермен орнына мына бір тауықты Моанамен бірге жіберіпті. Мауи құдай дегеннен гөрі батыр кейіпкері еді. Оның аңыз оқиғалары қазіргі Полинезия аралында баяндалады деседі. Полинезия, Микронезия, Меланезия деген 2-3 аралдан бірігіп тұратын үлкен бір арал. Мауиді Геркулес тәріздес күшті күнді ұстап тұра алатын, өзінен от шығара алатын деген көптеген аңыздар бар. Ең бастысы Мауидің істеген істерінің бәрі халық үшін еді. Осы себептерге байланысты Мауиді бас кейіпкер қылмақшы болғаны өте дұрыс шешім еді. Мауиді көмекші кейіпкер қылғаннан Полинезия халқының көптеген шағымдар келіпті. Және де осы бір киім сатылымға шықса да оң нәтиже бермепті. Себебі Мауи кейіпті көптеген адамдарға жаға қоймапты. Денесіндегі сурет, алып дене, басқа туындылардағы ханзалардан мүлдем бөлек. Мауи туралы бір аңызда ұсқынсыз түрін өзінің өз әйеліне ұсыныс тастапты. Әлбетте әйелі ұсынысқа келіспепті. Түр әлпетін сол себепті аңызға байланысты ұсқынсыз етіп бейнелеген. Ал денесін жуан қылған себебі май басқан дене емес, күшті боди қылып көрсетпек болған. Неге десеңіз, Полинезия аралының халқы күшті болып келеді. Моананы жасау үшін Disney студиясы өте көп қаржы жұмсаған, және де көптеген тарих зерттеушілерін жалдаған. Және кейіпкерлердің шашын бейнелеу үшін Quicksilver атты жаңа программ өңдеп шығарған. Бұйра шашты қыздардың шашы су болғанда қалай көрінетінін білу үшін бұйра шашты қыздарды студияға әкеліп осылай көптеген тәжірибелер жасаған. Кино оқиғасы осыдан 2000 жыл бұрынғы жылда болғандықтан киім кешек, жұлдыздардың орнын бейнелеу үшін астрономдардан көмек алған деседі.
және де осы шаянды алтынды жақсы көретін қылып бейнелеген. Себебі шаяндар жылтырақ зат көрсе болды алып қашады дейді. Бұл жолғы бейнеміз ұнады деген үміттеміз. Келесі бейнеге дейін аман сау болыңыздар. Абай бол, каналға тіркел.